Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода галактика космос деп аталатын сорпа дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі балалардың сүйікті асы. Балалар сорпа ішпейді, сорпаны қалдырып қояды деп жатамыз ғой. Сондықтан да осы балаларға осы тамақты жасап берсеңіздер, ешқайсысын қалдырмай ішіп қоятын болады. Әрі керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді турап алатын боламыз. Менде жылқының еті, кез келген етті қолдана аласыздар. Неке қойдың да етін қосып жасап жатырмын. Осылай барлығын кубиктап турап алатын боламыз. Және де суымызға салып, жақсылап жуып дайындап қоямыз. Және қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, осы етімізді салып пісіретін боламыз. Жақсылап қуырыңыздар. Етті салған кезде мінекей қатты шашырамас үшін мен бірден қақпағын жауып саламын. Осылай барлығын қуырып жақсылап қызарғанша қуырамыз. Пиязымызды осылай турап, және де сәбізімізді де турап алатын боламыз. Неке видеода көрсетілгенде турасаңыздар болады. Тәтті бұрыш қосатын боламыз. Мен тәтті бұрышты осылай тұздап қойдым. Мен осыны пайдаланамын. Мінекей бізде пиязымыз қуырылып жатыр. Оның үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Қызарғаннан кейін перецімізді салып қуырамыз. Және де тұзы аздау десеңіздер, осы кезде тұз салып жіберсеңіздер, еттің тұзы өте дәмді болып шығады. Томатымызды салып, жақсылап қуырамыз. Біразға дейін қуырыңыздар, өйткені томаттың дәмі ащы болып шығып тұрмас үшін. Жақсылап қуырғаннан кейін ғана суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Және де суды құйғаннан кейін артынан осылай картошканы турап салып жібердім. Неке картошканы осылай әдемі қылып турасаңыздар да болады. Және де жақсы қайнады. Менде уже еті пісетін уақытта осындай Мир Галактики деген осындай бізде макарон сатылады. Соны пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі, балаларға да сүйсініп ішетін болады. Осыны мен жартысын салатын боламын. Менде өйткені сорпасы азырақ болғандықтан жартысын пайдаланамын. Неке салып, жақсылап қайнатып пісіріп алатын боламыз. Енді кесемізге осылай құятын боламыз. Мінекей қараңыздар, жұлдызша бар ішінде, космостағы барлық нелер осындай бейнеленген макарон өте керемет, балалар сүйсініп ішетін болады. Мінекей осылай бетіне енді петрушканы турап қостым. Осылай да дәмі өте керемет болады. Және де достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандардың сорпаның ешқайсысын қалдырмай ішіп қоятын болады. Өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де достар, менің арнамда көптеген рецепттер бар. Нарын, және де қазы айналдыру, қартаны тазалау деген сияқты көптеген рецепт көре аласыздар. Міндетті түрде өтіңіздер.